Бүгін енді мынау адалдық алаңы жобалық кеңсесінің аясында осы үлкен шара өткіздік деп айтуға болады. Мынау экология мекемесінің басшысы, сосын мынау орман шаруашылығы мекемесінің басшысы, сонымен қатар мынау батыс Қазақстан жер қойнауы басшысы мекемелерін шақырып, осы жерде халықпен, қоғаммен арасында көкейде жүрген сұрақтар болса, сұрақтарына жауап ала алатындай мақсатта осы адалдық алаңында жиналып бүгін шара өткіздік. Менің ойымша біраз кісілер жиналды, өздерінің көкейінде қойған сұрақтарын қойды. Әрқайсының қойып жатқан сұрақтарының маңызы бар. Экология жөнінде көптеген сұрақтар қойылды. Қазіргі мынау кешегі айтылып жүрген әлеуметтік желілерде де көп айтылып жүрген шетпе мәселесі, шетпенің карьерлерінің шаң мәселесі жөнінде қазіргі нақты шараларын алып жатқан жөніндегі жауабы естідік. Сонымен қатар әлеуметтік желіде кешегі Өзен мен Жетібай аралығындағы жол бойындағы жердің қойнауына жазылып жатқан жөніндегі халықтың арасында пікірлер жазылып отырған, оған жауап алдық, оған жауабын бере жатармыз. Одан басқа да мынау орман шаруашылығының айналасындағы көптеген мәселелер көтерілді. Соған халық өзінің көкейінде жүрген сұрақтарына жауабын алды деп ойлаймыз. Келешекте бұл адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мақсаты да міне осындай мекеме басшыларын халықпен тікелей сұхбаттастырып, көкейде жүрген сұрақтарына жауаптарын ала алса, және ол басшы бола ма, жоқ әлде басқа ма, өздерінің тікелей сұрақтарын қойып, өздерінде көкейде жүрген сұрақтарын ала алса, осының өзі міне қазіргі біздің қойып отырған басты мақсатымыз, миссиямыздың өзі билікпенен халықтың арасындағы байланысты нығайту деген мақсаттағы, осы сенімді нығайту деген мақсаттағы біздің ойымызды іске асырамыз ғой деген ойдамын. Сыбайлас жемқорлық, соның ішінде сыбайлас жемқорлық, соның ішіндегі мынау тұрмыстық жемқорлық жөніндегі қылмысты азайту, сонымен қарсы, және мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресудегі халықтың мүлдем төзбеушілік қағидатын қалыптастыру мақсатында жасап отқан осы адалдық алаңы жобалық кеңсесінің бүгінгі жұмысы ашықтықты қамтамасыз ету және жариялықты қамтамасыз ету деген сияқты. Осы жақында біздер көптеген жұмыстар атқардық деп айта аламын. Осы мынау біздің облыстық әкімшілікке қарасты басқармалардың сайттарының жұмысының ашықтығын, жариялығы жөніндегі мониторинг жүргізіп, сол мониторингтің қорытындысымен әкімшіліктің аппаратындағы жиылыста біздер өзіміздің баяндамамызды жасадық, шарасы алынып, әкімдіктен тапсырмалар беріліп, қазіргі күнде жұмыстар жүргізіліп жатыр деп айтуға болады. Келешекте де осы алға қойған мақсатымыз осы ашықтықты, жариялықты қамтамасыз ету және осы мекеме басшыларын әлі де осы алаңға шақырып, осы алаңда халықпен тікелей байланыс орнату, көкейінде жүрген сұрақтар болса, соған сұрақ жауаптар алуына мүмкіндік жасайтын осы бірден бір алаң, осы адалдық алаңы кеңсесі алаңы ғой деп ойлаймын, жобалық кеңсесі. Басшыларын шақырамыз, біздің есігіміз әр уақытта ашық, сол кісілермен бірге жұмыс жасап, халықтың көкейіндегі сұрақтарға жауап беруге дайынбыз.